Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгінгі осы видеомда сіздерге ең керемет болып шығатын бауырсақтардың рецебімен, түрлі пирожки, яғни тоқаштардың рецепттеріменен және де жеті шелпектің рецебімен бөлісетін боламын. Бұл рецепттер алдын ала жалпы менің каналымда бар, бірақ осылай бір үлкен жиынтықта болғанды жөн деп санадым. Мына пирожкилерімді қараңыздаршы, қыздар, өте керемет болып шыққан, жүп-жұмсақ, керемет, тәтті, өте сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық видеоның, яғни видеоның астына мен минут бойынша жазып кетемін, қай минутта қандай рецепттер салынғанын. Баршаларыңызға сәлем. Бүгін бауырсақтың рецебін ұсынамын. Ол үшін алдыменен сүттің үстіне жылы суымызды құйып аламыз. Жалпы көлемі 300 мл болуы тиіс. Үстіне майонез қосамын. 2 ас қасық барлық құрамды астына жазып белгілеп кеттім. Кейін майонездің үстіне қант қосамын және де тұз қосамын. Қыздар, бұл жерде ескерте кететін жағдай, сүт міндетті түрде жылы болуы тиіс. Қант, тұз қосып араластырып аламын. Кейін бөлек шарашыққа ұн, яғни ұн менде жалпы 600 грамм. Үстіне жұмыртқамды жарамын. Жұмыртқаның үстіне ашытқы саламын. Менде пакмай ашытқысы жалпы маңызды емес қандай екені. 1,5 қасықтай салдым. Кейін осының үстіне сұйықтықты құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен жиып, жақсылап тұрып, қамырды илеп аламыз. Осылайынан жақсылап тұрып илеп аламыз. Кейін бір 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ол ең азы 40 минут, ең көбі 1-2 сағат, 1,5 сағатта қойға болады. Мен наным көтерілді. Осы көтерілген нанды қазір тақтайшама қоямын. Үстіне міндетті түрде ұн сеуіп жүремін. Үстіне міндетті түрде жаңағы тақтайшама қойып жазып шығамын. Жалпы қалыңдығын мен шамамен 1 сантиметрдей етемін. Яғни нанның қалыңдығы 1 сантиметр. Осылайынан жайып аласыздар да, кішкентай түрпішті етіп кесіп турайсыздар. Енді өздеріңізге қандай формада ұнайды, сондай жасауға болады. Тіпті дөңгелек етуге де болады. Маған осындай кішкентай түрпішті етіп жасаған ұнайды. Көлемі енді өздеріңізге байланысты. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасауларыңызға болады. Майдың астын жағып қоясыздар. Қыздар, міндетті түрде бауырсақты қызып тұрған майда пісіру керек. Оттың асты қатысында тұру керек. Қатысынан сәл ғана азайтсаңыздар болады. Міндетті түрде ол бір ең маңызды нәрселердің бірі қызып тұрған май және газдың асты қаттыдан сәл ғана аз төмен болуы тиіс. Бауырсақтарды кесіп болғаннан кейін осылайынан орамалдың үстіне жайып қойыңыздар. Бір 10-15 минуттай тұрсын, кішкене көтеріледі. Кейін қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Қызартқанша пісіресіздер. Мен табама мән бермеңіздер, бұл ең күшті таба. Үйде қанша әдемі таба болса да, бұл күшті пісіреді. Осылайынан күшті болып піседі, қыздар. Іші де жақсы болып піседі. Уайымдамаңыздар, өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Осы рецеппен дайындаймын. Ең күшті рецепт, ылғи жүзбай шығатын рецепт. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Райхан. Лайк қосып, комментарий жазып қалдырып кетіңіздер.
Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін жеті шелпектің рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге бар жоқ 3 ингредиент қажет. Ұнымызды дайындап аламыз, суымызға тұзымызды қосып араластырып аламыз. Кейін суымызды ұнымызға қосып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Жалпы жеті шелпек енді біздің жақта Көкшетау қаласы, яғни мен Уәлиханов ауданынанмын. Біздің жақта, яғни Құдайнан деп айтады. Мен көбінесе жұма күніне осы жеті шелпекті жасаймын. Рецепт жасау енді әркімде әртүрлі. Мен мысалы біздің жақ осылай жасайды, сол себепті мен өзінің рецептімен бөлісіп тұрмын. Енді жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Қолымызға сәл жабысса азғантай ғана ұн қосасыздар, бірақ көп қоспаңыздар. Жалпы қол жабыспау үшін ғана азғантай қоссаңыздар жеткілікті. Кейін нанымызды жақсылап тұрып иіні қанғанша уқалап аласыздар да, осындай қамыр болып шығады. Кейін бұл қамырдың үстін аздап орамалмен жауып 10-15 минутке қойып қоясыздар. Кейін осы қамырымызды біз 7 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырымыздың иіні қанғандықтан бұл негізі қолға жабыспайды. Өте сондай жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болып шығады. Осылайынан яғни жазып аласыздардағы 7-ге бөлесіздер. Біз жақта яғни шелпекте міндетті түрде 7-шісін сәл қалыңдау қылып жасайды. Мен осылайынан яғни жалпы тең емес деп бөлмеймін, өз көз мөлшерімен жасаймын барлығын. Тек 7-шісін аздап қалыңдау қылып саламын. Кейін осы бөліп алған 7 бөлігімізді кішкене дөңгелектеу етіп форматын жасап алдын ала дайындап аламыз да, барлығын бір-бірлеп пісіп шығатын боламыз. Оқтауменен пісіп шығасыздар. Қыздар, мен жалпы жасаған кезде енді идеалды түрде дөңгелек болып шықпайды. Сол себепті біріншісін мен жаңағы мысал ретінде көрсетемін қазір. Осылайынан жаңағы ысып аласыздар да, егерде жаңағы мінсіз дөңгелек болып шықсын десеңіздер, осылай ысып алғаннан кейін дөңгелек жаңағы табақпенен дөңгелетіп етіп шоуларыңызға болады. Сонда сіздердің жаңағы шелпектеріңіз мінсіз дөңгелек болып шығады. Ал қалған нанды жинап қайтадан ысып шелпек қып пісіруге болады. Бірақ мен мысал ретінде ғана көрсеттім. Жалпы мен сам дөңгелек етіп, бірақ кейде жаңағы мінсіз болып шықпайды. Бірақ ең бастысы ниет. Ниеттеріңіз таза болса болғаны. Мен жалпы видеоның кішкене жылдамдығын көбейттім. Себебі жаңағы баяу процесі өте 20 минуттық, сол себепті мен кішкене тездеткен қалпында жылдамдығын кішкене қосып істедім. Сөйтіп барлығын жайып аласыздар, тек 7-шісін сәл қалыңдау қылып жаясыздар. Жұп-жұқа болуы тиіс. Міне осындай жұп-жұқа болып шығады. Мейлінше жұқа етіп ысуға тырысыңыздар. Кейін табаға май құйып қыздырып аласыздар да, табада екі жағынан өте тез піседі. Өте тез. Жалпы бір жағын 10 секунд, екінші жағын 10 секунд шығар, өте тез піседі. Себебі бұның құрамында тек қана ұн менен су қосылған болды. Екі жағын міндетті түрде қыздар бүйтіп айналдырып отырыңыздар, сонда өте жақсы піседі. Және де міндетті түрде қайнаған майға салыңыздар. Егер де майларыңыз қайнамаған болса, онда мынау шелпек майды өз бетіне жұтып алады да, біріншіден шикілей болуы мүмкін, екіншіден өте қатты май жұтқан болып шығады. Міндетті түрде осылай шанышқымен айналдырып отырып пісіріңіздер. Сонда ол өте жақсы көтеріледі. Осылайынан барлық жаңағы 7 шелпектеріңізді пісіріп аласыздар. Жұма күні жасап отырам, көбінесе өте жеңіл, ыңғайлы және де өте тез жасалады. Осылайынан міндетті түрде астына сүлгі төсеңіздер, артық жаңағы майды жұтып алады. Осылайынан барлық 7 шелпекті кезек-кезегіменен майға салып отырып пісіріп аласыздар. Мен жай ғана таза сұйық майда пісірдім. Осылайынан дайындап
пісіріп аласыздар, еш қиындығы жоқ. Міне осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұма күні болсын, кез келген күнде астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет үлпілдек болып пісетін булочканың рецептін сіздерге ұсынамын. Тәтті тоқаштар деп аталады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Алдын ала даусым үшін кешірім сұраймын. Біраз ауырып қалған едім. 2 жұмыртқамызды венчикпен араластырып аламыз. Дағы үстіне қант қосамыз. Миксер қолданбай қойсаңыздар болады. Венчик қолданасыздар, немесе венчик болмай жатса тіпті шанышқымен де жасауға болады. Кейін оның үстіне сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде қыздар жылы болу керек, жылыдан да сәл ыстығырақ болу керек. Кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де дрожжи қосуымыз қажет. Барлығымызды венчикпен араластырып аламыз. Тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз. Және де ұнды қосатын боламыз. Қыздар, ұнды мен төменде көрсетіп кеттім. Қанша қосу керек екендігін мен осылайынан аз-аздан қосып елеймін. Ұнның сорты әртүрлі болады. Сол себепті нақты қанша кететінін айта алмаймын. Менде шамаменен 750 грамдай кетті. Енді 700-800 деп есептеп алсақ, орта есеппен. Қатты көп қосып, қап-қатты етіп тастамаңыздар. Жаңағы қолға бастысы қатты жабыспайтындай, жұмсақ қамыр болып шығу керек. Тағы да айтамын, қатты көп ұнды қосып, қамырды қап-қатты етіп тастамаңыздар. Олай жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз піскен кезде жаңағы тоқаш емес, нан сияқты болып қалады. Қап-қатты, сол себепті жұмсақ болғаны абзал. Кейін оны жаңағы пищевой пленкамен ба, немесе орамалмен де болады, жай ғана орап, жылы жерге ең кемі дегенде 40 минутке қойып қоясыздар. Жалпы тез көтеріледі, бірақ ол дрожжиға да байланысты болады. Тез көтерілуі тиіс. Кейін осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті осылайынан алдын ала дайындап қоямыз. Кейін осы бір бөлігін 4-ке бөлеміз. Қыздар, жалпы тоқаштарды өздеріңіз қандай жаңағы формада жасағыларыңыз келеді, жасауға болады. Тіпті былай қарағанда қатты қиналмай дөңгелек етіп жасап пісіре салсаңыздар да болады. Мен кішкене әдемірек болсын деп осылайынан жаңағы жайып алдым. 4 бөлікке бөлдім, дағы кішкентайын жайып алып, үстіне сары май жақтым, қант себеледім үстіне. Кейін оны жаңағы орап, бір-біріне майыстырып, бүйтіп кесіп жібердім. Өздеріңіз қалаған формада жасауға болады. Бұл жерде нақты қағида жоқ, шыны керек қыздар. Жаңағы айтып тұрмын, тіпті жай ғана дөңгелек етіп пісірсеңіздер де болады, нан көтеріледі. Бастысы қыздар жасап болғаннан кейін бір 10-15 минутке қойып қойыңыздар, ол тағы да көтеріледі, сонда өте күшті болып шығады. Осылайынан орап жасадым. Негізі әртүрлі қылып жасауға болады, шыны керек. Интернетте түрлі формалар бар, бірақ мен кішкентай балам бар болғандықтан шыны керек қатты былай әдемі жасайтын уақытым болмады. Қалай жасауға үлгердім, солай жасадым. Сол себепті өздеріңіз жасайсыздар. Менің басты жаңағы мақсатым сіздерге қыздар қамырын көрсету болды.
өйткені бұл қамыр өте жұмсақ болып шығады. Бұл қамырдан тіпті қамырдан, бұл енді тәтті қамыр ғой, бұдан үлпілдек тәтті нан пісіруге де болады. Енді тағы да бір түрін көрсетейін, қыздар, мен рогалики жасадым. Осылайынан ортасынан бөлдім. Бірақ жасайтын кезде есіме түсіп кетті, үйде менде вареная сгущенка жоқ екен. Сол себепті мен начинкасы жасадым. Осылайынан бөліп аласыздар дағы. Мен ортасына май жақтым да қант жақтым. Бірақ дәмді шықты. Егер де ортасына вареная сгущенка, джем салсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Маған шыны керек болса рогалики жасаған түрі ұнады. Біздің отбасымызға да ұнады, яғни фаворит болатыны анық болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тек мынау астыңғы жағын, мынау қамырдың ең соңғы ұшын астыңғы жағына қарай орап қойсаңыздар, ашылып кетпейді екен. Мен бір-екеуі үстіне қарай тұрып қалыпты, сол жерлері ашылып кетті. Сондағы мен байқағаным, егер де қамырдың ұшын астына қарай қойса, сонда ашылып кетпейді екен. Кейін осы дайындап алған қамырыма, яғни жұмыртқаның сарысына кішкене азғантай мөлшерде сүт қостым. Сүтті неге қостым? Себебі менде 2 протеин шығатын болды. 2 жұмыртқаны кетірмеу үшін мен аздап сүт қостым. Осы қамырдан жалпы 4 бөліктен, қыздар, 2 протеин шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Шайға енді керемет болып шығады. Маған ең бастысы қамыр ұнады. Ал формасын өздеріңіз қандай ұнатасыздар, солай жасауға болады. Әртүрлі формалар шыны керек интернетте толып тұрды. Міне осындай керемет болып піседі, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіз. Міне бір-екеуі менде ашылып кетті, астың жағына қойсаңыздар ашылмайды екен. Осылай керемет болып шығады, қыздар. Ыстық шаймен өте күшті, жұмсақ. Шайға енді өте керемет, жұмсақ болып шығады. Балалардың қолына ұстауға да ыңғайлы. Мен осындай формада жасадым, қызымның қолына ұстатып қойсам да болады. Осындай жұмсақ қамыры енді мынандай жұмсақ болады. Ас болсын. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып шығатын картоп қосылған пирожкидің рецептін ұсынамын. Қыздар, шыны керек, бұл идеалды түрдегі теста, керемет мінсіз теста. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасы өте көп. Наны деген енді ерекше. Өте жұмсақ болып шығады, керемет болып шығады. Ол үшін алдыменен қамыр жасап алуымыз керек. Төменге барлығын жазып көрсетіп кеттім. Енді ұнымыздың үстіне қантымызды қосып аламыз. Кейін осының үстіне ашытқымызды саламыз. Ашытқының жалпы маркасы маңызды емес. Ең бастысы мерзімі жақсы ашытқы қолдану керек. Кейін майонезді қосамыз. Мен көз мөлшермен қостым. Енді шамамен бұл бір толық ас қасық. Бір жұмыртқамызды жарамыз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Шошудың қажеті жоқ. Тұзды осылай салсаңыздар ештеңе болмайды. Сұйық майымызды құямыз. Басында араластырып аламыз. Кейін жылы сүтімізді құйып қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек, бірақ қатты ұнға қатты бітеп тастауға болмайды. Бастысы қолға жабыспайтындай қамыр шығуы тиіс. Кейін қамырымызды жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямыз. Үстін міндетті түрде жылы орамалменен жауып, жылы жерге қойып қоюларыңызға болады. Қамырымыз көтерілуі тиіс. Анда-санда бүйтіп қарап отырамын. Тура сол сияқты да сен ортаға шығып. Негізі
Енді салмасы жайында айтатын болсам, менде картоп пюресі енді оп-оңай. Картопты суға, қайнаған суға салып пісіріп аласыздар жұмсақ болғанша, кейін суын төгіп, үстіне кішкене тұз сеуіп, осылай езіп істеп аласыздар. Осылай дәмдірек болып шығады. Кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін осылайынан 12 бөлікке бөлеміз. Қыздар, мен размерін үлкен қылдырып жасадым. Пирожкini егер кішірек жасайтын болсаңыздар, онда 12 штуктен көп болып шығады. Осылайынан дөңгелетіп, алдын ала барлығын дайындап реттеп алдым. Егер де, яғни тағдайда кішірек жасағыларыңыз келсе, онда кішірек етіп бөлікке бөлуге болады. Маған жалпы пирожкидің кәдімгідей үлкен болып піскені ұнайды өзіме солай. Сондықтан да мен осылай ірілеу етіп жасадым. Енді осы жаңағы алдын ала дөңгелетіп алғаннан кейін, осыны енді қазір нанымызды ысамыз. Азғантай мөлшерде. Жалпы қыздар, көп ұн қоспаңыздар, сонда майларыңызды жұтпайды. Жалпы қамыр өте жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Осылайынан дөңгелек етіп ысып алғаннан кейін ортасына жаңағы картошка пюремізді саламыз. Салмасын көбірек салыңыздар, қыздар, сонда өте күшті болып шығады. Кейін ортасынан осылайынан жауып, формасын әдемі етіп келтіріп жасасаңыздар болады. Сонда керемет болып шығады. Барлығын дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір мен тағы да бір рет жақсылап тұрып көрсетемін. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өте дәмді болады. Дәмі де керемет, өте жұмсақ. Бастысы қамыры өте күшті болып шықты, қыздар. Себебі менде басында шықпайтын, кейін мен жаңағы қалай айтсам түзетіп идеалды түрде осындай қамырдың рецебін тауып алдым. Күшті болып шықты. Осылайынан барлығын жасап аламыз. Енді формасын, размерін өздеріңізге қалай ұнайды, солайынан жасауға болады. Себебі әркім әртүрлі жасаған атады. Маған мысалы осылай ұнайды, сол себепті мен осылай етіп жасаймын. Барлығын жасап, қайнап тұрған табаға екі жағынан пісіріп аласыздар. Міндетті түрде пирожкиді жасап болғаннан кейін үстіне орамал жауып, бір 10 минутке тағы да қойып қойыңыздар. Тағы да біраз кішкене көтеріледі, немен дайын болған пирожкилері. Кейін қайнап тұрған майға осылайынан екі жағынан жақсылап тұрып пісіріп аласыздар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осында керемет болып шығады. Тіпті майын да жұтпайды, майлы емес. Өте күшті болып шықты, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен, Райхан. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып шығатын қамырлы сосискидің рецебін сіздерге ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте ерекше болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ұнға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Сүтімізді жылытып аламыз. Мен газға азап жылытып алдым. Кейін оған қантымызды қосамыз. Тұзымызды қосып араластырып аламыз дағы. Осы біздің жаңағы ұнды массамызға алдыменен кішкене мөлшерде, яғни дрожжімізді саламыз. Дрожжінің үстіне азғантай мөлшерде майонез саламыз. Қыздар, мен астына барлық өлшемін жазып кетемін, бірақ мен өзім көз мөлшерменен салдым. Бірақ шамаменен жаңағы өлшемдерін жазып кетемін. Сұйық май құямыз. Кейін осы жаңағы сүтімізді азғантай мөлшерде осылай араластырып отырып қамыр елейміз. Қамырымызды қыздар жұмсақ қылдырып елейміз. Басты шарт ұнды қатты көп қосып, тым қатты етіп жібермеңіздер. Бұл ең басты шарттардың бірі болып саналады. Егер де жаңағы ұнды қатты көп қосып, қамырды қап-қатты қылдырып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз өте ұзақ көтеріледі және де тым қатты болып шығады. Сол себепті ұнды мөлшерден тыс көп қоспаңыздар. Кейін дайын болған қамырымызды жылы жерге, менікі шамаменен 1,5 сағаттай тұрды, қойып қоямыз, ол жаңағы көтеріледі. 1,5 сағат
сақтай тұрды. Жылы жерге орап қоюларыңызға да болады, немесе жай ғана қоя салсаңыздар да жауып көтеріледі. Енді мен жаңағы қамырым көтерілді. Алдын ала сесікелерді, яғни шұжықтарды дайындап алдым. Үйде одан қалды менде азғантай мөлшерде пирожкиге арналған капуста болған. Сол себепті оны дайындап қойдым қамырымның қалғанына, яғни мен пирожки дайындайтын боламын. Енді осылай азғантай мөлшерінде кесіп аласыздар да, жақсылап тұрып. Қамыр жаңағы жұмыс істеуге өте ыңғайлы, жұмсақ, жабыспайды да қатты, ыңғайлы. Осылайына кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Кейін осындай үстінен бассаңыздар, қыздар, осындай дөңгелектер болып шығады. Осы дөңгелектерді ақырын ғана қазір оқтауменен ысып алып, ішіне, яғни өзіміздің сосискелерімізді, яғни шұжықтарымызды жаңағы оқтауменен ысып жасайтын боламыз. Қыздар, қазір маған андай не жасаудың қажеті жоқ, яғни қазақша яғни рецепті түсіріп, орысша сөздердің баламасын айтып жатырсыздар деп, маған өзіме қалай ыңғайлы солай айтамын. Ең бастысы, менің басты міндетім сіздерге қалай жасағаныммен бөлісу, жеткізу. Дәл осылай видеодағыдай етіп жасайсыздар. Барлық позицияны дәл осылай қайталайсыздар. Қыздар, ең бастысы, ең соңғы, яғни бөлшегін міндетті түрде жақсылап тұрып жабыңыздар, әйтпесе ашылып кетуі мүмкін. Дәл осылай позицияда барлығын қайталап шығасыздар. Оқтауменен ысасыздар, тым қатты қалың қылдырмаңыздар, тым жұқа қылдырмаңыздар. Өте жұмсақ қамыр, жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Сосын тағы да бір айта кететін жайт, қыздар, егер де қамыр ұн сеппей ақ жұмыс істеуге жарайтын болса, ұнды сеппеңіздер. Себебі көп жағдайда ұн майды жұтып алады. Сол себепті жаңағы қамырларыңыз, яғни дайындалған тамақтарыңыз қатты май жұтуы мүмкін. Сол себепті ұнды көп қоспауға тырысыңыздар. Дәл осылай етіп барлығын түйіп шығамыз. Қалған қамырдан мен пирожки жасадым. Осы қалған қамырдан кез келген нәрсе жасай беруге, бауырсақ қылып жасауларыңызға да болады. Тіпті егер де қамырға көбірек қант қосып, тәтті бауырсақ қылып жасасаңыздар да болады. Менде міне қалғаннан жаңа пирожки шықты. Тамамызды қыздырып аламыз. Мен кішкентай балам болғаннан кейін барлығын әдемі етіп біргелкі қылып жасай алмадым. Қалай әйтеуір ең бастысы сіздерге көрсету мақсатым болды. Дәл осылай етіп жасайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, яғни осында керемет болып шығады. Майды жұтпай, жақсы болып піседі. Өте дәмді болып піседі. Ең бастысы, қыздар, қамыры өте дәмді. Мен көбінесе осы басты назарды қамырға бөлем. Қамыры өте керемет болып шығады. Өзі түрақ айтып тұр ғой, шыны керек. Ас болсын. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін керемет бір қамырдың рецептімен бөліскім келеді. Бұл қамырдың жаңағы рецептімен осындай картоп қосылған пирожки, табаннан пісіруге болады. Міне қараңыздаршы, өте жұмсақ болып шығады. Тіпті қантты көбірек қосып, тәтті булочки деп пісірсеңіздер де болады. Мен осылай табаннан пісірдім. Өте керемет болып шығады. Бұрыннан келе жатқан рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір мен астына қанша жаңағы ингредиент керек екендігін жазып кетемін. Алдыменен қамырын жасап алайық. Ол үшін мен осындай кесеменен 3 кесе жылы су құйып аламын. Жаңағы бұл менде шайнекте жылы су, жалпы қайнаған суым біраз суыған. Кейін осы жаңағы судың үстіне қантымызды қосамын. Және де тұз қосамыз. Және де ашытқы қосамыз. Ашытқы мен Юва деген маркалы ашытқыны қосам. Өте тез көтеріледі. Шамаменен 2 ас қасықтай қосамыз. Және де сұйық май қосамыз. 6 ас қасықтай сұйық май қосуымыз керек болады.
Және де жұмыртқа қосамыз. Мен үй жұмыртқасын қолданғандықтан менікі сап-сары болып шығады. Сіздер кез келгенін қолдана берсеңіздер болады. Кейін венчикті алып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Жақсылап тұрып венчикпен араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Мен ұнды бөліп саламын. Жалпы орта есеппен менде 1 келі 100 грамм ұн кетті осының барлығына. Мен тек бөліп қамырды жұмсақ етіп иледім. Қыздар, бұл жердегі ең басты қағида, ең бастысы ұнды көп салмау. Яғни егерде сіздер қамырды қатты тығыздап тастайтын болсаңыздар, онда оның іші үлпілдек болмайды. Ол іші қатты болып шығады. Сол себепті ұнды жалпы көп салмауға тырысу керек. Кішкене жабысқақ болуы мүмкін, бірақ қатты жабысқақ болмайды, қолға жақсы болып үйленеді. Ең бастысы қатты көп салып, жаңағы қамырды қатты етіп тастамауларыңыз қажет. Сол себепті де мен осылай бөліп саламын. Себебі әркімнің тұзы әртүрлі болады. Міне осындай болып үйленді. Мен тез көтерілу үшін осылайынан орап қоямын. Сонда, яғни өте тез пищевая пленкамен орап қойсаңыздар, өте тез көтеріледі. Жақсылап тұрып 1-2 қабаттап орап қоямын, ішіне ешқандай ауа кірмеу үшін. Жалпы менікі 1 сағат 20 минуттың ішінде наным негізі көтерілді. Енді қазір қамыр көтерілгенге дейін мен жалпы сіздерге салмам, яғни мен пирожки жасаймын. Сол себепті картопымды пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Содан кейін сүт қостым. Үйде менде кішкене қаймақ бар екен, сол қаймағымды қоса салдым. Жалпы өздеріңізге қалай ұнайды, солдай етіп жасауларыңызға болады. Бұл жерде бір нақты қағида жоқ. Және сүтпенен тек қана тұзды қоса салуларыңызға болады. Менде азғантай мөлшерде үйдің қаймағы болғандықтан мен аздап соны салдым. Және де картоп езетін құрал болса, картоп езетін құралмен немесе тіпті қасықпен немесе оқтаумен езіп қоюларыңызға болады. Енді бұл менде ыстық қалпында, сол себепті қамырым көтерілгенге дейін бұл картоп езбесі де менде суитын болады. Осылайдан езіп дайындап қоясыздар. Жұмсақ тәп-тәтті болып шығады. Қалауларыңыз бойынша блендермен де езуге болады. Енді кімге қалай ұнайды. Бірақ мен осылай жасаймын әрқашан. Мен аз мөлшерде жасаған ұнатамын. Себебі отбасымыз үлкен емес. Сондықтан көп жасамаймын. Енді міне 1 сағат 20 минуттың ішінде менің қамырым осындай үлкен болып көтерілді. Сыртындағы жаңағы пленкамды алып тастап, тек ең жаманы осы пленканы алу өте қиындау аздап, себебі оған қамыр жабысады. Ақырын алып тастап, мен бұл қамырымды 2-ге бөлемін. Бір бөлігінен мен табанан пісіремін, ал бір бөлігінен пирожки пісірем. Мен сіздерге, яғни бұл осы жаңағы қамырдан өте жұмсақ табанан, өте жақсы пирожки шығатын көрсетіп кім келеді, сол себептен 2 түрлі етіп пісіремін. Қамыр жұмыс жасауға өте сондай жақсы, егерде қолға жабысатын болса азғантай мөлшерде
ұн сеуіп, бірінші шеттерін жинап алып, жалпы қамырмен жұмыс істеп жүргендеріңіз болса, өте оңай жұмыс жасалады негізі. Былайынан ұнға аунатып алсаңыздар да болады. Кейін осы қамырды екіге бөліп, бір бөлігіне мен қазір противенге мен жалпы сұйық майды жағып қойдым. Пергамент қолданбаймын. Осы бір бөлігін мен батон нан етіп жасап қоям. Ал жарты бөлігін мен қазір пирожки жасайтын боламын. Нанымызды жайып аламыз. Қатты жұқа етіп емес, бір шамаменен 1,5 сантиметрліктей қалыңдықта жайып алсақ болады. Нанымызды оқтауменен жайып аламыз. Кейін өздеріңізге ұнайтын көлемді аласыздар. Мен осындай кесе алдым. Осындай дөңгелек етіп кесіп аласыздар дағы. Шеттерінен аздап тартыңқырап жіберуге болады. Осының үстіне бағанағы біздің дайындаған салмамызды, картоп безбемізді салып, шеттерінен жауып, пирожкидің формасын жасаймыз. Өте оңай. Дәл видеода етіп жасасаңыздар болады. Міне осындай етіп барлығын жасап шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін жұмыртқаны алып, сарысын аздап сүт қостым. Менде үйдің жұмыртқасы болғандықтан былай сап-сары жұмыртқа. Сүтінен жағып шығасыздар. Нанның да сүтіне жағасыздар.
Мен алдыменен нанды противенге салып қойдым да, кейін пирожки жасадым ғой. Сол себепті де менің наным пирожкиді жасағанға дейін қарасаңыздар көлемі жағынан үлкейді, жақсы болды. Кәдімгідей батон болып шықты. Осылайынан барлығын жағып шығасыздар да 180 градуста қайнап тұрған пешке, қызып тұрған пешке шамаменен 40 минут. Енді менің пешім бойынша Electrolux 40 минуттың ішінде пісті. Үсті сарғайып піскен кезде ол іші пісті деген сөз. Осылайынан барлығын жағып шығасыздар. Мен бірінші противенде осыны пісіріп алып, келесі противенде менде пирожкилерім пісті. Міне қыздар, дайын болып шықты. Бұл міне алғашқы партиясы. Өте керемет болып шығады қыздар. Өте жұмсақ. Тіпті қантын көбірек қосып, булочки жасасаңыздар да болады. Бұл екінші партиясында менде тек қана пирожки шықты. Жұмсақ қыздар. Видеоның өзінен де көрініп тұр қандай жұмсақ екені. Өте дәмді. Менде тіпті кішкентай бір наным қалғаннан не дөңгелек етіп булочкиді жасай салдым. Кез келген начинка қосуға болады ішінен. Мынандай нан болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.